Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге жаңа туған сиырдың уызын қатырып көрсететін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге уыз қажет болады. Уызды алып, оның үстіне тұзды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді суымызды алдын ала қайнатып аламыз. Қайнап тұрған суға уызымызды үстіне қойып, кәдімгі водяной баняда пісірген сияқты етіп, солай пісіріп аламыз. Біздің уызымыз 1,5 сағат, 2 сағаттай қайнайтын болады. Одан кейін біз уызды алып, 1 сағаттай жақсылап суытып аламыз. Әбден суып болған соң біздің уызымыз дайын болды деген сөз. Міне достар, қарап тұрғандарыңыздай уызымыз қатып, әдемі болып пісті. Дәмі де өте ерекше болып піседі. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.